Ассалаумағалейкум жігіттер, 124, 2-2. Бұл жерде бүгін көрсетеміз катушка зажигания переделкасы. Жалпы 2 куб болсын, 2-2 болсын, цешка 1.8 оларда да болады. Жалпы катушка зажиганияның переделкасын көрсететін боламын. Өзінің катушкасы 2-3 катушка тұрады. Бір катушка 10 мың теңге, 2 катушканың бағасы 20 мың теңге болады. Біз переделка істейтін ВАЗ 2114, 2115 8 клапан ВАЗдың катушка зажиганиясы. Бұл жерде 2 катушканың орнына сразу біз 1 катушка қоямыз. 1 катушка 2 катушканың қызметін бірден атқарады. Бұл катушканың бағасы новыйда 6 мың теңге примерно, бұлда 3 мың 4 мың теңге. Кетіп қалған жағдайда осылай арзан вариант қылып жасап алсаңдар болады. Так, катушканы жақындатып түсіретін болсақ, түбінде көрсетілген 1, 4, 2, 3 деп нумерация көрсетіледі. Осы бойынша свечной проводаларды осыған тығып шығамыз. 1 деген жерге, 1 цилиндрден келген свечной провод саламыз. 1-ге 1-дікін саламыз. 4-ке 4 саламыз. 2-ке 2-ні саламыз. Сосын 3-ке 3 саламыз. 3-ші цилиндрдікін. Осылай қоямыз. Мына жерге былайынан қоя салсақ болады. Крепление жасап осы жерге қатырып алуға да болады жалпы. Енді штекеріне келетін болсақ, штекер осылай болады. Ортаңғы контакт бұл жерде плюс 12 вольт. Замокты ашқан кезде 12 вольт келеді осыған. Ол плюс 12 вольтты қайдан аламыз? Провод жалғаймыз, сөйтеміз да. Мына жерде мынандай крышка тұрады. Осыны ашамыз. Ашқан кезде осы жерде 7 головкамен осы жерде босатып аламыз. Осы жерден провод жалғап, қатырып, осы катушкаға жалғаймыз. Катушканың ортаңғы контактісіне. Екі жағында 2 контакт қалады бізде. Оған бізде осындай мамка алып аламыз. 2 штук 2 жағына жалғаймыз. Так, штекерді тығамыз. Сонымен қараймыз. Бізде қараған кезде, мысалға, оң жағында 1 мен 4. 1, 4, оң жағында. Значит, оң жағындағы контакт бізге 1 мен 4-тің импульсына жауап береді. Бұны аламыз. Так, алып келеміз. Мына жерден өткіземіз. Мына жерде өзінің ескі катушкасының контактісі тұрады. Мына жерде. Соның мотордың алдыңғы жақ бетіндегі контактке жаңа 1 мен 4 жақтағы контактты тығамыз. Алдыңғы жағына. Бізде енді екіншісі қалады. Екінші провод. Оны да осы жерден өткізіп аламыз. Бұл 2 мен 3-ші цилиндрге жауап береді. Бұны аламыз да осы артқы жағындағысына тығамыз. Жалпы осылай қазір оталдырам. Осылай жіктер. Осылай тұр. Проводалардың бәрін кейін трапшының изолентімен орап, жақсылап, мына жерге коллекторге қатырып алуға да болады. Әдемілеп қатырып алуға болады. Жалпы бұл переделка өзінің катушкасы табылмаған жағдайда, басқа жерде жолда қатып кеттің, басқа неше түрлі жағдайлар болады ғой. Сондай кезде жасап алуға болады. Идеалды жұмыс жасайды, ешқандай проблема болмайды. Мотор сағат болып тұрады.